Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге далаға қара қазанға жасалатын нағыз қуырдақтың жасалу жолымен бөліспекшімін. Мен қой етімен жасадым. Алдымен қызып тұрған қазанға ештеңе салмай қойдың құйрығын шыжғырып аламыз. Құйрық өзінен май бөліп шыжғырылғанша араластыра береміз. Құйрығы аздау болған соң көз мөлшермен сұйық май қостым. Одан соң пиязды салып, алтын түске енгенше қуырамыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алған соң етімізді сала бастаймыз. Ет бізде тұздалмаған ет болғандықтан қазанға салғаннан кейін өзінің сөлін бөле бастайды. Сол сөлі тартылғанша тоқтатпай араластырып тұрамыз. Тұзын әбден суы тартылғаннан кейін қоссаңыз, дәмі жақсырақ болады. Мен аздап сәбіз қосып жібердім. Егер ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Әбден алтын түске енгенше қуырып алған соң, жайлап картоптарымызды сала бастаймыз. Мен барлық қоспаларды көз мөлшермен салып шықтым. Картопты езіліп кетпес үшін үлкендеу етіп турап шықтым. Каналымның дамуы үшін подписаться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыз болады. Картоп салғаннан кейін бетіне аздап тұз себеміз. Картоп салғаннан соң аздап су қосып бұқтырамыз. Бетін осылай барлық жерін әдемілеп капустамен жауып, 1 сағатқа бұқтырамыз. Міне біздің қуырдақ осылай болып шықты. Видео пайдалы болды деген сенімдемін.